Biz көшеге шықтық. Қазір қай жаққа баратынын көрсетеміз. Сәлем достар. Бүгін біз 1 маусым балаларды қорғау күніне орай Астана көшелерін аралап қайтты қыдырып. Біз мерекелік шараларға сағат 1-ден кейін после обед шықтық. Алдын ала аттракциондар мерекеге байланысты 500 теңгеден болады деген ақпарат естіп едік, бірақ біз барған кезде бәрі өз бағаларымен жұмыс істеп тұрды. Енді мүмкін бұл біздер естігеніміз бойынша жеңілдік таңертеңнен бастап түскі 1-ге дейін ғана болады деген сияқты еді. Енді соның нақтысын білмедік. Алдымен ойына Айланд деген ойын сауық аймағына барып аттракциондарды көрдік. Бағалары сол онша арзан емес, сол өз бағасымен тұр екен. Содан кейін жолымызды Қан шатырға қарай жалғастырдық. Ол жақта адам өте көп болды. Мерекелік кәдімгідей көңіл күй ерекше сезілді. Сол Қан шатырды айналып жүріп, Қан шатырдан кейін жаяу серуендеп Бәйтерекке дейін жаяу бардық. Жол бойы Астананың әдемі көшелерін, көрікті жерлерін түсіріп алдық. Бүгінгі блогта сіздерге елордамыздың ерекше атмосферасын көрсетуге тырысамыз. Өкінішке қарай клоундарды да біздер көре алмай қалдық. Клоундардың шеруені болады деп еді, онда көре алмай қалдық. Олар да сол таңнан обедке дейін шеруендеген ау деймін, жүргендеймін, бірақ біздер көрмедік. Бірақ соған қарамастан күніміз өте жақсы өтті. Видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып, арнамызды қолдап кетіңіздер. Сіздерге Астананың ең әдемі көшелері мен мерекелік атмосферасын бірге тамашалауды ұсынамыз. Жақсы көрсеңіздер лайк басып, пікір жазып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Қан шатыр жаққа келдік, Бәйтерекке. Бәйтерек, Қан шатыр, анау Бәйтерек. Ты что, не знаешь? Мы ради Бәйтерека сели. Она туда может? Я же называю голый, а ты мне. Правильно, хорошо. Я показываю, а сейчас ты что снимаешь? Меня. Bibit sulit pilkasa. Tamam ya kok. Kaç kişi de cima alayım.
Рыхлы